Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте керемет рецептпен бөлісетін боламын. Бұл рецепті диарея кезінде балаға берсе өте тиімді және эффективті болады. Бұл рецепттің авторы австриялық врач-педиатр болып есептелінеді. Дәрігердің есімі Эрнст Маро деген. Дәрігер Маро бұл жетістікті 1908 жылы ашқан болатын. Бұл кездері кішкентай балалардың өлімі осы диарея кесірінен 25-30%-ға дейін құрайтын болған. Маро өзінің бақылауына сүйене отырып осындай рецепт ойлап тапқан. Рецепттің құрамы өте қарапайым, барлық үйде табылатын сәбізден жасалынады. Бұл рецепті үлкендер де қабылдаса болады, сонымен қатар кейбір ветеринар дәрілер иттерге де беруге ұсынады. Ал рецепттің өзіне келетін болсақ, бізге 500 грамм сәбіз керек болады. Оны жақсылап тазалап, бөліп, 1 литр суға салып, жай отта жағып қойып, барлық осы сорпаның объемы қайтадан 1 литр өлшемге келгенше жай отта қайнатып қою керек, және азғантай тұз салсаңыз болады. Сорпамыз жақсы қайнап болғаннан кейін сәбіз езілгіш болады. Осы сәбізді жақсылап езіп, пюре сияқты сорпа дайын болады. Дайын болған сорпаны балаңызға ішкізуіңіз қажет. Қазіргі күні бұл рецепт кішкене өзгеріске ұшыраған. Мысалы, құр сәбіз қоспай, кейбір адамдар қасына азғантай картоп қосады, немесе судың орнына тауық сорпасын қосып та жасап береді. Ал бұндағы ең басты компонент ол сәбіз болып саналады. Себебі сәбіздің құрамында олигосахаридтер бар. Олар осында іш жүрген кезде тез тыйылуына көмектеседі. Олигосахаридтер сонымен қатар оның басты функциясы бактериялардың көбеюіне жол бермейді. Диарея туғызатын бұл бактериялар антибиотик ішсе де кетпеуі мүмкін. Міне осындай қарапайым рецепт кезінде көптеген балалардың өмірін аман алып қалған. Шынымды айтсам, бұл рецепт туралы өзім жақында ғана білдім. Ал бұл рецепттің шыққаны 100 жылдан аса уақыт өткен екен. Мүмкін араларыңызда көмектескен, бұрын ішкен адам болса, астына комментарийға жазып кетіңіздер. Ал біздің осындай керемет суптың рецептісін ойлап тапқан дәрігеріміз жалғыз түйір баласы болған екен, бірақ та оның қаншама баланың өмірін сақтап қалғанын санмен айтып жеткізу мүмкін емес. Рецепт пайдалы болса, лайк басып, комментарийге пікіріңізді жазып кетіңіз.